Баршаңызға қары күн қыздар, бүгін сіздермен өте керемет, дәмді болып шығатын қазан кебаб жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер, алдағы уақытта сіздерді осындай керемет рецепттермен қуантатын боламын. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның астында қалдырылған. Ең алдымен бізге қажет ол болгарский, сәбіз, пияз, картоп және ет және бір штук сарымсақ керек болады. Ең алдымен еттерімізді осылай үлкендеу етіп турап шығамыз. Одан соң қызып тұрған майда картоптарымызды қуырып аламыз. Қажетті заттарымыздың барлығын осылай турап аламыз. Бізге картоптар қатты үлкен емес, кішілеу және орташа картоптарды алсаңыздар болады. Барлық затты турап алдық. Енді қызып тұрған майда картопымызды осындай қызарғанша пісіріп аламыз. Майымыз өте көп болуы қажет. Одан кейін майға чеснокты салып осылай қуырып аламыз. Бұл біздің етімізге өте керемет дәм береді. Одан кейін етті салып жақсылап қызарғанша қуырамыз. Үстіне паприка мен қара бұрыш саламыз, тұз саламыз. Етіміз қуырылған соң үстіне пиязды салып қуырып аламыз. Одан кейін сәбізді, болгарскийді салып аздап қуырып аламыз да, картопымызды үстіне салып, тұз салып астын баяу қоямыз. Одан кейін бетіне капустаны осылай бөліктеп ашып саламыз. Пісуге жақын қалған кезде 15-20 минут бұрын салып қойсаңыздар болады. Астын өте баяу қойып пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге толық ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Және мені қолдауды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.